Кәсіпкерлік қызмет саласында жаңа реттеушілік саясаты енгізу туралы заң жобасының дұрыс жақтары жөнінде алдымыздағы баяндамашылар нақтылап айтып кетті. Ақ Жол демократиялық партиясының фракциясы ұсынылған құжат концепциясын қолдайды. Оның жүзеге асуы кәсіпкерліктің бірқатар өзекті мәселесін шешуге көмектеседі деп сенеміз. Бұл әсіресе экономиканың посткризистік қалыптасу кезеңінде өте қажет. Заң жобасын әзірлеушілер реттеу мәселесіне басты назар аударғандары да өте маңызды. Себебі кәсіпкердің негізгі кедергілері аталмыш салада тоғысқан. Біздің үкіметтегі әріптестеріміз заңның оң тұстарына тоқталды. Ал мен болсам, кәсіпкерді мазалап, бизнестің жұмысына тосқауыл келтіретін кейбір сәттерді айтқым келеді. Өкінішке орай, заң жобасын әзірлеушілер бұл мәселелерді назарға алмады. Алайда біз үкімет алдында оны көтеріп, заң жобасы аясында шешімін табу қажет деп санаймыз. Себебі, Ақ Жол фракциясының пікірінше, бұл заң шенеуніктер үшін маңызды тақырыптармен ғана шектелмеу керек. Бұл заңның басты мақсаты кәсіпкерлерді мазалайтын және жұмыстарынан нұқсан келтіретін сұрақтарға жауап беру шығар. Екінші оқылымға дейін осы мәселелер тиісті шешім тапса, бұл жалпы экономикамыз үшін нақты қолдау болар еді. Сонымен, біріншіден, заң жобасында пандемия мен карантиндік шаралар кезіндегі тәжірибелер ескерілмеді. Бірақ дәл осы кезеңде еш заңмен қарастырылмаған мониторинг топтар өз жұмысын бастаған болатын. Олардың қызметі кәсіпкерлік кодексіне және бизнесті реттеудің негізгі ұстанымдарына қайшы келеді. Прокуратура органдары бұл топтардың жұмыс тәсілін заң шеңберінен шығу деп мойындады. Мониторингтік топтардың заңсыздығы туралы Ақ Жол фракциясының сұрауына прокуратура олардың заң бойынша жұмыс істей алмайтындар туралы жауап берді. Яғни, олар заңсыздықты ақтап, заңнан тыс қызмет етуге мүмкіндік беруде. Нәтижесінде 2 жыл бойы шағын және орта бизнес ешбір заңда қарастырылмаған тексеруші сымақ органдарға жем болып, олардың құқықтық емес қысымына ұшырады. Соған сәйкес бизнестің қорғану құқықтары да жан-жақты бұзылған. Осы орайда Ақ Жол фракциясы мұндай жағдайларда мемлекеттік органдардың әрекетін реттеп, кәсіпкерлерге өз заң құқығын қорғауға мүмкіндік беретін карантиндік шаралар туралы заң жобасын әзірлеуді ұсынды. Бұл қазіргі жағдайда өте өзекті мәселе. Қазақстанда коронавируспен ауыру жағдайы қалыпқа түскенмен, әлемде пандемия әлі жалғасуда. Көрші Ресейде тәулігіне 40 мың адам індет жұқтырып, күн сайын 1000-нан астам адам қайтыс болуда. Қытайда жаңа мегаполистер локдаунға жабылуда. Қытай шекарасы арқылы өтетін транзиттік жүктер мәселесі, ол жақта індет мәселесі ресми деректерден гөрі әлі қайда күрделі екенін көрсетеді. Сондықтан карантиндік шектеулердің өзектілігі жойылмады. Жағдай нашарлаған кезде олардың қайта енгізілуі мүмкін. Одан бөлек, әлемдік денсаулық сақтау ұйымының пікірінше, жақын болашақта вирустың жаңа штамдары мен түрлері пайда болатынын ескертуде. Бұл тұста Ақ Жол партиясының пікірінше 2 жыл бойы бизнеске жасалған құқықтық емес қысымынан сабақ алып, карантин жағдайындағы тексеруші топтардың әрекеті мен кәсіпкерлердің өз құқығын қорғауын заң аясында реттеу қажет. Кәсіпкерлік кодекстен тыс бизнесті тексеру, не мониторинг жасау, не басқа да қадағалау түрлеріне тыйым салыну, немесе карантиндік шараларды заңмен заңдастыру керек. Второе предложение прямо связано с первым. Составной частью нового регулирования бизнеса должна стать персональная ответственность чиновников за нанесение ущерба предприятиям. Сегодня, даже если предприниматель докажет, что чиновники ему нанесли ущерб, незаконный ущерб, возмещать этот ущерб будут из бюджета, который формирует своими налогами те же предприниматели и он сам. А те должностные лица, кто действительно нарушил закон и незаконно третировал предпринимателя, остаются ни при чем. Поэтому так много нарушений и вымогательств бизнеса, что для чиновников это почти не опасно. Нужно обязать в законе, чтобы ущерб бизнесу возмещал из своего кармана тот начальник, который и нарушил права предпринимателя. Тогда он старался подумать, надо ли ему создавать проблемы предпринимателю со своим регулированием и лучше не мешать работать. В-третьих, считаем необходимым, рассматриваем в законе, запретить так называемые пилотные проекты,
прежде всего по налоговой и бухгалтерской отчетности в период ограничений для работы бизнеса. У нас получилось так, что именно в период пандемии налоговые органы устроили эксперименты по введению электронных счетов фактур, сопроводительных накладных на товар, на маркировку потребительских товаров. Производители и торговцы по всей стране запустили акцию «Белый шар», протестуя против экспериментов. Им и так сегодня тяжело выживать. На встрече с отраслевыми ассоциациями в офисе Демпартехжол по этому вопросу предприниматели сообщали о своем решении закрыться, пока не станет понятной дальнейшая перспектива этих нововведений. Любые эксперименты с отчетностью можно проводить только в условиях, когда экономика и бизнес работают в нормальном режиме, а не когда они на грани разорения. В рассматриваемом законопроекте есть интересная мера, принцип one in, two out. То есть, когда вводятся новые меры, должны исключаться две старых. Между тем, в период пандемии госорганы под видом пилотных проектов ввели 3 новых вида отчетности – СФЭ, СНТ, маркировка, которые дублируют целый ряд старых форм отчетов и даже друг друга. Но ни один вид предыдущей отчетности не был исключен взамен. Какой толк от красивых заявлений, если на практике мы видим прямо противоположные действия? Фракция «Ак Жол» считает, что никакие пилоты не должны служить оправданием для экспериментов над еле выживающим бизнесом и его людьми. В-четвертых, пандемия и вызванный ею кризис в экономике крайне обострили проблему восстановления платежеспособности предпринимателей и граждан. Тысячи предпринимателей сегодня не в состоянии оплачивать банковские кредиты. При этом из-за неадекватно высоких процентов долги перед банками вырастают до астрономических сумм. У таких заемщиков банки изымают залоговое имущество и реализуют по заниженной стоимости, а разницу снова грузят на того же должника. И эта разница даже после изъятия домов и предприятий нередко все еще больше суммы самого взятого кредита. Мы вот только что приняли закон об амнистии к 30-летней независимости. Это важная и гуманная мера. Но фракция «Ак Жол» считает необходимым проявлять гуманность не только к осужденным. В гуманности нуждаются и обычные люди, и предприниматели. Наша фракция полагает необходимым защитить тех предпринимателей и граждан, кто не справился с кредитом и отдал залоги, но все равно остается должен банкам и коллекторам. Предлагаем в рамках новой регуляторной политики запретить банкам и коллекторам перекладывать дальнейшие взыскания, помимо изъятых залогов, на остальное имущество и доходы предпринимателей, если это имущество не выставлялось в залог кредита. В любом случае заложенное имущество оценивается оценщиками и судами в 1,5–2 раза дешевле реальной стоимости, как показала недавняя трагедия в Алматы. Уважаемый Нурлан Зайроллаевич, уважаемые коллеги, все перечисленное – это острые и системные проблемы, которые волнуют предпринимателей и которые нужно урегулировать в рамках предложенного закона или в сопутствующем законе до второго чтения. Фракция «Ак Жол» считает, что законопроект о новой регуляторной политике в сфере предпринимательской деятельности может поддержать в первом чтении с условием доработки до второго чтения по названным направлениям. Благодарю за внимание.